Осы аптада жастардың халықаралық күні аталып өтілді. Бұл атаулы күнді Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бекіткен. Бұл жай ғана күнтізбедегі дата емес. Ол ел болашағын қалыптастырып отырған жастар туралы сөз қозғайтын маңызды мүмкіндік. Қазақстанда 14 пен 35 жас аралығындағы 6 миллион астам жас бар. Бұл мектеп оқушысынан бастап жас ғалым, IT маманы, кәсіпкер мен мемлекеттік қызметшіге дейінгі кең әлеуметтік топ. Білімге ұмтылыс, жаңа технологияларды меңгеру және тың идеялар бүгінгі жастардың басты ерекшелігі. Алматы облысында жастар халықтың 3/4 жуығын құрайды. Өңірде жастар саясаты қалай жүзеге асырылып жатыр? Тілшіміз Дастан Маратұлы айтады. Халықаралық жастар күнін белсенді атап өтіп жатқан аймақта НИИТ санатындағы, яғни жұмыссыз әрі оқымаған жастар үлесі 2 есеге азайған. Алайда басқарма тек көрсеткіш қумай мәселенің түп тамырына, яғни жастарды кішкентайынан сапалы кадр етіп қалыптастыруға басымдық беріп отыр. Жастар біздің болашағымыз деп айтып жатады, бірақ жастар біздің бүгініміз деп ойлаймын. Неге десеңіз, балабақшадан бастап дұрыс саналы түрдегі жаңағы идеологиялық жұмысты дұрыс бағытта жүргізе алатын болсақ, ертең біз сапалы кадрларды алуға мүмкіндік аламыз. Еңбек нарығына қадам басқан жастарды жұмыспен қамтудағы нақты қадам Талғар ауданындағы ірі логистикалық орталықпен жасалған меморандум. Оның аясында 100 жас маман тұрақты жұмыспен қамтылды. Сондай-ақ оларға жатақхана мен 4 мезгіл ыстық тамақ беріледі. Өмірдің әртүрлі жағдайларына байланысты оқуға түсе алмай қалған жастар, оқуын аяқтай алмай қалған жастар, сонымен қатар жұмыссыз жүрген жастарды осы компания біздің жолдамалар арқылы жұмысқа қабылдауға дайын екенін көрсетіп отыр. Компанияда жастардың жұмыс жасауына Алматыдан, үлкен қалалардан, облыс орталығынан шалғайда орналасқанына қарамастан барлық жағдай жасалған. Мемлекеттік қолдау тек өндіріспен шектелмейді. Жаз маусым аяқталып, жаңа оқу жылы таяған шақта білім беру саласы да жаңа мүмкіндіктер ұсынуда. Биыл өңірде білім сапасы 69,5%-ға жетіп, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған түлектердің жартысына жуығы мемлекеттік грантты иеленді. Оған қоса шетелде оқығысы келетін 65 оқушы Қытайдың топ университеттерінің грантына жолдама алды. Бағдарламалар бір бөлек, біз мынау өзіміздің мектеп түлектерін сыртқа оқуға шығару жұмыстарын бастадық. 3 жыл болды, соны қолға алдық. 57 түлектеріміз Қытайда оқып жатса, биыл осы қыркүйектен оған қоса тағы да 65 баланы жіберейін деп жатырмын. Жергілікті кадр тапшылығын жою үшін облыс әкімінің арнайы гранттары да бөлінуде. Қазірдің өзінде Сүлеймен Демирел мен Асфендияров атындағы университеттерде 235 студент оқып жатса, тамыз соңына дейін тағы 35 түлекке жаңа грант беріледі. Ең негізгі талабы бұл осы ұлттық бірыңғай тестілеудің көрсеткіші болып табылады. Екінші, шектік деңгейі жетіп, бірақ оқу орнына грантқа елене алмай отырған балалар қатысады. Екінші, бұл әлеуметтік осал топтағы отбасы балалар қатысады. Бұған белгілі бір санатқа жататындығын дәлелдеу қажет болады. Өңірде жас ғалымдар мен өнер тапқыштардың да бастамаларына қолдау жақсы. Солардың бірі Қонаев қаласындағы балалар үйінің тәрбиеленушісі, тәуелсіздік ұрпақтары грантының иегері Наргиз Нарузова. Ол топырақсыз сұйықтық пен құм арқылы жыл бойы өнім беретін технологияны ойлап тапқан. Өзінің орындарында арнайы құрал жабдықтарын арнайы өсіріп шықтым өзім. Керек заттармен арнайы өзінің құрылғылары болады, сол арнайы тоқа сумен қосылып тұратындары болады, арнайы или құммен ғана арнайы өсіп тұратын құрылғылар бар. Қыста да өсіруге, жасауға да оны өсіріп шығаруға да болады. Отандық ғылымның өрісін кеңейтіп жүрген өрендердің тағы бірі Наргиз Бектен. Түркияда журналистика саласында білім алып, бұл күнде PhD докторанты атанған жас жазушы жақында Қонаев қаласында Қазақстан медиасындағы әйелдер атты ғылыми зерттеу кітабының тұсауын кесті. Зиялы қауым өкілдері жиылған салтанатты кеште ол отандық медиадағы нәзік жандылардың гендерлік рөлі мен журналистиканың ғылыми негіздерін сараптаған еңбегін таныстырды. Болашақта журналистиканы жалпы кәсіби жолынан Қазақстанда өте қатты дәріптейді, яғни дәріптеліп жатыр. Ал білімі ғылым ретінде әлі ондай қатты дамыған жоқ. Дамуына үлес қосқым келеді.
Өңірде волонтерлік қозғалыста жаңа серпін алған. Бүгінде фронт офис төңірегінде 4 мыңнан астам жас бірігіп отыр. Еріктілер Таза Қазақстан, заң мен тәртіп және оқитын ұлт бағдарламалардың басы қасында жүр. Сонымен бірге облыста жастардың әлеуетін арттыратын арнайы жобалар жүзеге асырылуда. Солардың бірегейі ұмтылыс пен Digital Pro байқаулары. Бұл бастамалар жас буынның жасанды интеллект технологияларын игеріп, жаңа дағдыларды меңгеруіне кең мүмкіндік берді. Менің тақырыбым адал ұрпақ болды, яғни сыбайлас жемқорлықпен қоса адамның адалдығы, адал азаматтың тек ол сыбайлас жемқорлықпен ғана тоқталмай, күнделікті біздің іс-әрекетімізден басталатын жайлы жоба жасаған болатын. Бүгінгі сайыста бірінші орын алып отырмын және өте керемет әсердемін. Барлық қатысушыларды құттықтаймын. Жобалар мен мүмкіндіктер мұнымен шектелмейді. Өңірдегі жастар инфрақұрылымы да сапалы жаңа деңгейге көтерілді. Кеген, Балқаш, Райымбек пен Қарасайда дербес жастар орталықтары ашылса, Қонаев, Іле және Талғарда заманауи коворкинг орталықтары іске қосылды. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан бұл кешенді жағдай жас буынның өз әлеуетін толық жүзеге асыруына жол ашуда. Ал білімге, ғылымға, еңбекке ұмтылған жетісудың жас өрендері бүгінгі Қазақстанның нақты сенімі мен сенімді болашағы. Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Зәуре Сағындықова, арнайы апта маңызды үшін.